Assalamu alaikum. Билесіздербі, президентіміз бұл бойынша өзінің позициясын білдірді. Құрылтайдағылар қол чабышты, әлбетте дауыс берген жоқ, бірақ қол чабышты. Әрбір нәрсенің жақсылығы бар. Бұға шейін білесіздер. Әрбір адамның өзінің туысы болып қалған. Біреуінікі байлық, біреуінікі бийлік, біреуінікі карьера. Әрбір ұрынның өзінің туысы бар, қолоттың, qoқтының өзінің туысы бар. Бірақ бұл оқияның бір жақсы жағы, мен сіздерге айтып қояйын, елдің туға болған мамилесін өзгертті. Ту бір біріктіріп тұрған фактор екенін дағы бір жолы елдің есіне жаңғылап қойды. Бұл өзі жақсы нәрсе. Бірақ мен бірдеген айтып қойын деп атам. Япондарда бір сөз бар. Ханава сакура хитова буш деген сөз бар япондарда. Бұл деген сөз гүл сакурадай болуш керек, адам самурайдай болуш керек деген. Самурайлардың символы бұл гүл. Бірақ гүлдей назик болып қалады екенбіз деп тұрып темір тезек өзгерткен жоқ қой, бұл біріншіден. Екіншіден, дүниедегі ең күшті мемлекеттің флагын қарасаңыздар, туысын қарасаңыздар, матрасқа ұқсас. Бірақ матраста ұйықтап жатып қалдық, ойған олу деп аларды өзгерткен жоқ қой. Үшіншісі, дүниедегі ең күшті партиялардың бірі бұл демократиялық партия ақшыны. Алардың символы ешек. Рузвельт ошол партиядан шыққан, Кеннеди, Клинтон, Обама ошол партиядан шыққан. Ошон үчүн мындай ырым-жырым кылбастан эле ушул бойдон калтырсак жакшы болот эле. Эң башкысы бул, эң башкы фактор бул ынтымак. Караңыздар, элде журтта кичине бөлүнүп жарылып болуп атат. Соцсеттерде бирин-бири кырдык бычак болуп атат. Кечээ 2 депутатыбыз эмне болду? Ушул маселенин тегерегинде кээ бир жаш балдар түрмөгө кирип кетип атат. Анын эң акыркы аргументим, эгерде 6-чы же 5-чи чакырылышта депутаттар кабыл алса мейли дейт элем. Бирок муну легендарлуу парламент кабыл алган. Ошол легендарлуу парламентте ким бар эле? Сыңган кылысы жазган Төлөгөн Касымбеков бар болчу. Болот Шамшиев бар болчу, жанагы караш-карашты тарткан, бөрү зынданды тарткан. Төлөмүш Океев бар болчу. Ак Элбирстин тукумун тарткан. Масалиев бар болчу, Шеримкулов бар болчу, Бекмамат Осмонов бар болчу. Албетте президенттин пикирин сыйлайбыз. Курултайдагылар деле эл журт шайлап келди, аларды да сыйлайбыз. Бирок ошол залкарларыбыздын кадырына, урматына, арбагына сый-урмат көрсөтүп туруп, ушул бойдон эле калтырсак деп мен суранып кетет элем. Бул жөн гана менин пикирим. Суроо берген жокмун, комментарий бербей эле коюңуздар. Чоң рахмат. Бизди бириктире турган бир гана туу бар. Акелердин сөзүн да кайталап коеюн. Ынтымакты туудан ал дейт, тазалыкты суудан ал дейт. Чоң рахмат.